Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ке қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, құрметті достар, техникалық ақауларға байланысты біз қазір ойынға сәл кешірек қосылуға мәжбүр болып тұрмыз. Ол үшін кешірім сұраймыз. Назарларыңызда футзалдан Қазақстан чемпионаты жергілікті. Финео қазір шабуыл шегіне қарай доп жеткізіп беруге тырысқан болатын, бірақ ол мүмкіндігі жүзеге аспады. Қазақстан футзал қауымдастығы футзалдан Қазақстан чемпионатының титулдық демеушісі Олимпиад компаниясына алғысын білдіреді. Және гол, құрметті достар, мына бір сәтте алаң иелері таблода есеп ашты. Қазір соққыны Клинов өзі орындамақ. Мына бір сәтте керемет мүмкіндік. Бірақ бұл мүмкіндікті мүлт жіберді. Құпар ойыншылар Буровқа берілген пас. Феликс Индио керемет. Черномордов топты бір штамада Апталдан ойына қосқан. Магомед Абдурашидов қателікке бой алдырды және гол. Жомарт Тоқаев екінші матч қатарынан гол соғуда. Тоқаев, жарайсың Тоқаев. Жомарт Тоқаев ойынның 14-ші минутында гол соқты. Сүймеге және басқа ойыншыларға сәт сайын мүмкіндік береді. Алла дәл сол ескі негізгі құрам, ескі жаңа деп айтсақ та болады. Міне есеп айырмасын қысқартты Черномордов. Қазір бұл ойындағы өте керемет мүмкіндік болған еді Әділет Дүйсенбиде, бірақ Әділет бұл мүмкіндікті жүзеге асыра. Қазір Черномордов топпен алыстан бағытталған Черномордовтың соққысы және тарғыда қақпа баған жауап берді. Тамаша. Не дейміз? Бір ауыз сөзбен мына бір сәтте қазір Төрехан Досов бүгінгі ойында дубль авторы атанды. Қарымта шабуыл деген осылай болады. Қазір қандай тамаша соққы. Нұрғанат Бақтияров бұл соққыны бағыттаған. Гол соқты. Екі ойын қатарынан гол соға білді. Мына бір сәтте біз Күкімбаевтың қателігі голға алып келгенін көріп тұрмыз. Алекс Тейшейра бүгінгі ойында есепті 4-1-ге жеткізді. Олай болса матч аяқталды. 4-1 есебімен бүгінгі ойында алаң иелері Жетісу командасы жеңіске жетті және кезекті 3 ұпайға қол жеткізді. Осылайша Тұлпар 9-шы ойын қатарынан жеңілістің ащы кермек дәмін татуда. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ке қосылып, футзалды тамашала.